Сәлем достар, кезекті жұмбақтар. Дайынсыздар ма? Ал, бастаймыз. Жүргізуші куәлігін алмай жолға шығыпты. Жолда ол бірнеше жол ережесін бұзып қояды. Жаяу жүргіншілер жолында қарама-қарсы жүріп келеді, бірақ сонда да оны ешкім тоқтатпайды. Неге? Себебі жаяу шыққан. Атақты сиқыршы бөлменің ортасына бөтелкені қойып, оған жорғалап кіргенін айтты. Қалайша? Бөлмеге бәрі жорғалап кіре алады. 1 килограмм мақта жеңіл ме, әлде 1 килограмм тот басқан темір ме? Жарайсың, әрине тең. Кім отырып жүреді? Таптың ба? Әрине, шахматшы. Сен келе жатсың. Ол тауға шығады, таудан түседі. Ол не? Жол әрине. Қандай мұрын иіс сезбейді? Шәйнектің әрине. Теңізге түскен доппен не болады? Ойланамыз. Жарайсың, әрине су болады. Ең ұзақ айды айтасың ба? Әрине бұл желтоқсан. Саған қонақтар келді. Тоңазытқышыңда 1 литр компот, 1 литр шырын бар. Сен бірінші қайсысын ашар едің? Тамаша, тоңазытқышты әрине. Шырақшы тақияны неге сатып алады? Әрине, ақшаға сатып алады. Мен суымын, суда жүземін, бірақ батпаймын. Әрине, мұз батпайды. Тұра тұрш десең тұрмайды, күте тұрш десең күтпейді. Бұл не болды екен? Жауабы уақыт. Ти десем тимейді, тиме десем тиеді. Жауабы ерін. Ең көп айнаға қарайтын адам ол кім? Әрине, жүргізуші. Берілген сандардың арасынан 9-ды тап. Тамаша, жарайсың. Кептіргенше өзі су болады. Ол не? Сүлгі. Жарық барда бармын, жарық жоқта жоқпын. Әрине бұл көлеңке. Мені ас үшін сатып алады, бірақ ешқашан жемейді. Неге? Себебі бұл ыдыс.
Қолымыздың ұшын тигізбей, нені ұстап тұра аламыз? Адамның демі. Бір қолмен кім пілді көтере алады? Иә, шахматшы әрине. Теңіз бен шаштың қандай ұқсастығы бар? Толқындарымен ұқсайды. Аяғын аспанға келтірсең көбейеді. Ол не? Бұл 9 саны. Онымен бір-ақ рет бөлсе аласың, кейін бөлсе алмайсың. Ол не? Ол құпия. Ол қанша құласа да, сүрінсе де жарақат алмайды. Ол көлеңке. Атын атасаң болғаны жоқ болып кетеді. Ол жауабы тыныштық. Суретке мұқият қарап, өзгешелікті табайық. Жарайсың, достым, тамаша. Достар, бүгінгі жұмбақтар сендерге ұнады деп сенеміз. Ұнаса лайк басып, каналға тіркеліп, достарыңмен бөлісуді ұмытпа. Сау бол!